Ассалаумағалейкум, құрметті түркістандық шаруалар, мақташылар, мол жандарыңыз аман ба? Бүгін 16 қазан қателеспесем, жаңа чаттарыңызды қарап отырмын. Біраз адамдар жазып жатыр, мақтаның бағасы не болды деп. Мақтаның бағасы, өздеріңіз білесіздер, Ливерпуль биржасына байланысты. Соны әбден түсініңіздер, басқа ешкімге байланысты емес. Ливерпуль биржасында баға өсе бастады. Ол деген бұйыртса сіздерге жақсы жаңалық. Енді сіздерге мынандай дүние ескерту. Қазір қысылып 250-ден 260-тан мақтаның бағасын заводпен жауып қоймаңыздар. Онда сіздер кейін баға өскеннен кейін ұрынып қаласыздар. Сіздерге әкімшілік те, Алмасбек те, басқа ешкім, өкімет те көмектесе алмай қалады. Өйткені сіздер қол қойып, мақтаның бағасын жауып тастадыңыздар. Биылғы жылы әлемде мақтаның көлемі өте аз. Оны өздеріңіз білесіздер. Индия бар, Қытай бар, басқа елдерде, мақта өсіретін жерлерде мақта аз. Бірақ жылдағы тенденцияға байланысты осы кезде мақтаның бағасы ең төмен. Сондықтан алдағы айларда мақтаның бағасы арғарай өседі. Сондықтан сіздерде еңбектеріңіздің жемісі жанады. Ешкімге мақтаның бағасын жауып тастамағандарыңыз дұрыс болады. Соны сіздерге ескертейін деп, алла бұйыртса, қазір бір командировка болып тұр. Менде сол командировкадан кейін Түркістанға келеміз. Және де облыс әкімшілігімен кездесеміз. Осы жұмыстарымыз талқылаймыз. Тек қана сіздер договорды жауып тастамаңыздар. Онда сіздерге ешкім көмектесе алмай қалады. Алданып қалмаңыздар. Қазірге қысылып тұрсаңыздар да шыдаңыздар. Жақсы ма? Қаражатқа қысылып тұрсаңыздар да шыдаңыздар. Енді міне мақтаның бағасы өсе бастайды. Рахмет, барлықтарыңызға да дұғай сәлем. Сау болыңыздар.